қазіргі таңда менің осы шығарып жүрген видеоларымды мыңдаған, миллиондаған адамдар қарамағанымен, соның өзінде менің ойларымды құптайтын, менімен өздерінің қазіргі өмірінде бөлісіп жатырған жағдайларымен бөлісетін осы комментарийде немесе менің WhatsApp нөміріме шығып, сол менімен бірге өздерінің өмірінде болып жатырған жағдайларды айтып, менен бір кеңес сұрап жатқан бауырларым бар, жалпы апа қарындастарым бар. Енді мына жыл аяқталып келе жатыр. Мен де осы жаңа өзімнің осы жылда жеткен бір жетістіктерімді өзімше немесе жете алмай жүрген қазіргі таңда сол бір өзімше бір балшықтардан шыға алмай жүрген балшықтарды тіркеп, соларды жазып, және сол балшықтардан қандай себептермен шыға алмай жатырмын деп саралап отырмын. Міне дәл осындай, сол саралап отырып, шынымды айтсам бір күрсіндім. Себебі дәл осы уақытта әлі менің қарыздарға белшеден батып отырмын. Яғни әртүрлі өзімнің бағанағы өмірлік тәжірибемнен жинаған техникаларымды қолданып жүрмін. Әрине, өте жақсы бір ілгері келе жатырған өзгерістер бар. Қарыздарым жабылып жатыр, бірақ соның өзінде енді мына біздің санамыз, ойымыз асығады ғой. Мен мысалы қаншама өзімнің видеоларымда асықпаған жақсы, асықпасаң тез жетесің деп айтқаныммен, бірақ енді ойымыз, нәпсіміз бәрібір асығады. Мен де адам баласымын. Сондықтан осы бағанағы осы жылда қазір қандай балшықтарға батып жатырмын, не себепті батып жатырмын деп саралап келгенде, соның бір басты себептерінің бірі шынайылық болу екен. Өзімді 100% шынайы адаммын деп айта алмаймын. Себебі осы мына YouTube'та, TikTok'та видео салғанда, мен қоғамның ойына қараймын. Яғни подстраивание деген. Подстраивание, зависимость от мнения других людей дейді. Яғни басқа бір адамдардың көңілін қарау, солардың көңіліне қарап сөйлеу, сосын басқа бір адамдар мен туралы бірдеңе айтып қалса, мысалы өзіме жақпайтын бір нәрселерді айтып қалса, соған бағана өзімнің көңілімді аудару, соған бола күрсіну деген сияқты нәрселер әлі бар. Енді көбіміз ойлаймыз, ол деген енді әр адамға тиесілі нәрсе, әр адам солай болу керек деп. Жоқ, әр адам олай болмау керек. Менің өзімнің мысалы бара жатқан ойымдағы мына Құдайым маған берген бір маған бір көрсетіп тұрған бір белестер өте биік. Сондықтан сол белестерге мына мен әркімнің ойын бағанағы ойына реакция қалдырып, әсер етіп, мен туралы әрдайым жақсы ойласа екен деп бағанағы солай жүрсем, мен өзімнің бір алар белестеріме жетпеймін. Немесе оларға жету үшін өте ұзақ уақыт керек. Сондықтан мен осы мына жылымды саралап, және келесі жылға бір өзіме мақсаттар қойып отырмын. Сол келесі жылға мен жету үшін мен барымша осы өзімнің кемшіліктерімен жұмыс жасауым керек. Сондықтан видеоға сіздерге бүгін барымша өзімнің бір жағдайларым туралы, өзімнің наным, сенімдерім туралы сіздерден бір жасырып келген бір немесе жасырып дегенде бағанағы енді әр адамның бағанағы мен туралы ойы бұзылып кете ме деген сияқты себептермен айта алмай келе жатқан бір нәрселерім бар. Сол енді мына жаңа жылдан бастайық. Жаңа жыл дегеніміз жалпы не? Енді мына қоғам енді әртүрлі баған тарапқа бөлініп кетті ғой. Көбіне мына дін мәселесі әсер етті бізге. Айтып жатады енді ол жаңа жыл деген ол біздің қазақылық құндылыққа жатпайды. Ол деген бағана григориандық календарь, ол христиандық деген сияқты тағысын тағы. Біреулер айтады, біз наурызбен жүруіміз керек, біреулер айтады, біз бағанағы ислами календарьмен жүруіміз керек дейді.
Яғни мен осы бағанағы видеоларымда сол бағанағы діншіл адамдардың көңіліне қарап келдім. Қазақылық үрдістерді қатты қорғайтын, сол догмамен жүретін адамдардың көңіліне қарап келдім. Және өзіммен бағанағы өзімнің ойыма сай жүретін адамдарды да таптым негізінде. Сол кейбір өзімнің наным сеніміме, өзімнің өмірлік принциптеріме сай адамдар да табылып жатыр. Сондықтан менің қалайтын ниетім өзімнің нанымдық, өзімнің жалпы өмірлік принциптеріме сай адамдарды көбірек тартып, өзіме сай немесе ойлары менімен бірге емес адамдардан барынша айырылып, былайша айтқанда, немесе ол адамдардың мен туралы ойларына көңіл бөлмей әрі қарай кете беру. Яғни мен туралы адамдар айтса, не десе, не айта берсін, бірақ мен оған онша көңіл аудармаймын. Өзімнің өмірлік принциптеріме сай адамдарды айналама толтырып, сол арқылы солармен бірге дамып, өзімнен де бір жоғары, өзімнен де күштірек адамдардың ортасында болу. Міне шынайы ниетім. Сондықтан жаңа жыл демекші, енді мына коллективное сознание деген бар, яғни қаншалықты адам бір нәрсеге сенсе, адамдар, қаншалықты көп адам бір нәрсеге сенсе, сол нәрсе осы кеңістікте тұрады. Оған сіздің энергияңыз күшті болмаса, немесе бір сол кезіндегі пайғамбарлардай, немесе сондай бір әлемге бір реформа жасайтын бір ерекше адам болмасаңыз, ол коллективті сознанияның, коллективті санаға сіз әсер ету қиын болады, ол сананы өзгерту қиын болады. Сондықтан бұл әлемде коллективті сана жаңа жылды 31 желтоқсаннан 1 қаңтарға көшкен күні атап өтеді, және сол календар бойынша біз өмір парақшамызды аударып отырамыз, дұрыс па? Мен бағанағы ислами календармен жүрем, немесе мен Наурыздың жаңа жылмен жүрем деп, мысалы жұма күні болатын кездесуіңізді, жоқ, ол жұма емес, ол ислами календар бойынша дүйсенбі деп бағанағы сол адаммен керісіп жатпайсыз ғой. Немесе сол жұма күні бағанағы жұма намазыңызды оқисыз, діншіл болсаңыз, ал сол жұманың өзі осы григориан календарымен есептеледі. Сіз соны білесіз бе, әлде білмейсіз бе? Әлде басқа бір әлемде жүрсіз бе? Сондықтан менің айтайын дегенім, осы 31 желтоқсаннан 1 қаңтарға аударылатын бағанағы өмір парақшамыз, оған әлемдегі өте көп бағанағы адамның санасы әсер етеді. Сондықтан осы жерде мықты энергия тұр. Бұл енді қолдан жасалған эгрегор деген бір күш. Мысалы, бір тасқа сенсең, бұл тас саған сәттілік әкеледі десең, сен соған күш бересің, яғни эгрегор бересің. Шынымен де бұл тас саған сәттілік әкеле бастайды. Сондықтан осы жаңа жыл бір тек қана бір адамды емес, екі адамды емес, 10 адамды емес, бірнеше миллиард адамның өміріне әсер ететін дата. Сондықтан ол сізге әсер етпей қоймайды. Сіз қанша бұл жаңа жылды мойындайсыз, мойындамайсыз, сізден ешкім сұрамайды. Міне сол нәрсе. Сондықтан жаңа жылды дұрыстап, саналы түрде атап өту, ол маңызды. Саналы түрдеген нәрсе шампанский немесе араққа тойып алу емес. Енді солай жасағыңыз келсе, ол өзіңіздің еркіңіз. Бірақ осылай бағана тізіміңізді жасап, келесі жылға мақсат қойып отыру, ол үлкен бір өзіңіздің өміріңізге деген позитивті түрде бір әсер беру, әсер ету, сол келесі жылыңызды басқаша қылып өзгерту. Мына нумерология бойынша, нумерология санда дәл солай. Мысалы, сіз кезекте тұрсыз, мысалы нумерологияны көп адам мойындамайды ғой, ол не, ол жай ғана сандар емес пе деп. Жақсы, егер сан сіз үшін жай ғана сан болсын, сіз нумерологияны мойындамайсыз, сіз оны ширктейсіз, әйтесіз, бүйтесіз. Сіз бір банкте немесе сондай бір маңызды жерде кезекте тұрсыз. Сол жерде сізге бірінші тұрған адамның күші көп пе, әлде 9-шы тұрған адамның күші көп пе? Егер сол жерде 9 адам тұратын болса, әр адам мысалы 1 сағаттан немесе бір жарты сағаттан сол жерде қызмет, әр адамға 1 сағат немесе жарты сағаттан қызмет көрсетіп жатса,
Мысалы 1 сағаттан қызмет көрсетіп жатса, әр адамға сіз 9 сағат тұрасыз, егер 9-шы болсаңыз. Сол уақытта бірінші тұрған адамның күші көп пе, әлде 9-шы тұрған сіздің күшіңіз көп пе? Немесе ортасында 5-ші тұрған адамның күші сізге қарағанда көбірек пе? Сондықтан сан әрине әсер етеді. Әр санның өзінің құпиясы бар бұл өмірде. Енді өзім туралы айтатын болсам, мен кішкентай кезімнен бастап бағана осы эзотерика, құпия әлемдерді, соларға деген қызығушылығым менің кішкентай кезімнен өте көп болды. Соларды барынша зерттеп келдім. Мына менің кіндік атам бір аруақты бір сондай мына Құрманғазы ауданында Дәметкен апа деген бар, Серікбай ата деген бар, егер араларында сол адамдарды білетін болсаңыздар, дүниеден өткен әрине. Сол мына Дәметкен апаның бағанағы баласының, сол Серікбай атаның немересінің бағанағы баласы менің мына немді кескен, кіндігімді кескен, кіндік атам былайша айтқанда. Сондықтан сондай бір арқалы адамдар, солардың да бір әсері теген шығар. Өзімнің ата-бабаларымның бағанағы сондай бір әсері бар, себебі өзім бағанағы әрине тұқым қуалайтын бағанағы бір энергия күштер болады, сондықтан солардың бағана әсері бар. Және мен сіздерге айтам, өзімнің жеке өзімнің бұрынғы біршама мыңдаған өмірлерімнің әсері. Айтайын дегенім, мен мына бізде әлемде жалпы мына қоғамымызда андай бар ғой. Сен кімсің? Мұсылмансың ба, христиансың ба, немесе басқасың ба? Яғни бізде қоғамда жалпы адамда, енді көбіне мына біздің қоғамда бір адам міндетті түрде бір дінге жату керек. Мен мұсылман, мен мысалы қазақ болып тұрып, мен мұсылман емеспін десем, ол қалай деп бағанағы санасы бір бомба болады санасында. Сонда кім, сен христиансың ба? Жоқ, мен христианға да жатпаймын, мұсылманға да жатпаймын. Атеистсің онда дейді, Құдайға. Жоқ, мен Құдайға сенемін, мен жаратқанның бар екенін білем, ұлы күштердің бар екенін білем. Онда сен мұсылмансың ғой? Жоқ, мұсылман емеспін. Яғни адамдардың санасына сыймайды. Адамдардың ойынша сен бір дінге жатуың керексің. Дін деген ол бір қоршау, ол бір догма, ол бір үлкен бір енді дінде айтады ғой, құлсың деп, жаратқанның құлсың, Алланың құлсың деп. Яғни ол құлшылық сана. Мен сол құлшылық санада ондаған жылдар бойы болып келдім. Міне мен сіздерге енді шындықты айтып жатырмын. Менің комментарийге біреу жазды, Артур, сен мұсылмансың ба деп. Мен соған да жауап бере алмадым. Не үшін жауап бере алмадым? Себебі менде бір қорқыныш болды. Яғни мен қазір, жоқ, мен агностикпін деп айтсам, мен агностикпін. Мен мұсылман емеспін, христиан емеспін, кришнаит емеспін, ештеңе емеспін. Мен агностикпін. Яғни мен ұлы күштерге сенем, ұлы күштерге тек сеніп қоймаймын, мен соларды білемін. Бірақ мен бір діннің қоршауында емеспін. Яғни сол бағана комментарийге жауап бере алмадым. Себебі мені дұрыс қабылдамай қалама, мені қарамай қалама деген сияқты бір қорқыныштар болды. Яғни басқа бір адамдардың көңіліне қарау, соларға қарап сөйлеу. Енді мына сіз мысалы менен егер сол дін бойынша мысалы біздің сенімдеріміз бірдей емес, менен отписка жасауыңызға болады. Немесе қызық болса әрі қарай не болатын, онда сіздің бағанағы жалпы интуицияңыз айтып тұрса, жақсы, сол дінде болсын болмасын, басқа да бір сенімде болсын деген сияқты. Бірақ барынша бір өзіме деген бір пайдамды алып көрейін десеңіз, менімен бірге қала беруіңізге болады. Немесе жалпы қызық болса қала беруіңізге болады. Ал жалпы менің ниетім өзіме сай, өзімнің өмірлік бағанағы сенімдеріме, нанымдарыма сай, өзімнің өмірлік принциптеріме сай адамдарды табу, солармен бірге болу, солармен өзімді қоршау, сол адамдарға өзімнің пайдамды тигізу. Міне ішімнен шығып жатыр. Сондықтан мен сол бағанағы діннің қоршауында мен ондаған жылдар бойы болдым. Жасөспірімнің кезімнен бағанағы әртүрлі бағыттарда, осы ислами бағанағы әртүрлі бағыттарда болдым. Осы соңғы болған бағытым ол сопылық бағыт.
яғни мен вахаб та болдым, басқасы да болдым, мен кезінде атеист та болдым, яғни осының барлығын барынша сол жерлерде болып, оның ішінде тек қана болып қана қоймай, соны түбіне дейін зерттеп, соны тәжірибе ретінде былайша айтқанда жасап, қылатын нәрселердің қылып, сол ғибадаттардың, құлшылықтарын қылып, дұрысынан барынша сол қызмет қылған адам сол діни эгрегорға соңғы мына сопылықта болғанда 2012 жылы ойбой деп бағана ақыр заманға дайындалдық. Үйде бағана ванныйға неше түрлі жерлерге бағана суды толтырып қойдым, свечкаларды толтырып алып қойдым, бағанағы әлем бойынша свет жарық өшеді дегенде. Пачкалап адамдарды бағана дінге кіргіздім, сопылыққа мына тәубеден өту деген нәрсе болады. Яғни оны да көргем, яғни олардың барлығынан тәжірибеден өттім, олардың барлығына менің алғысым шексіз. Ойбой, олар догма екен, менің өмірім қате екен деп мен айтпаймын, себебі солардың арқасында менің санам кеңіді. Солардың арқасында мен біреуден естіп емес, өзім солардан өтіп, соларға басыммен батып, мен тәжірибе жинадым. Сондықтан мыңда бір алғыс айтам сол өміріме. Сондықтан сондай нәрсе, мен сол бағана діннің қоршауынан, сол құлдық деген нәрседен, былайша айтқанда енді күлем, енді бірақ сонда да бұл өзімнің өмірім болды ғой, шығып, әр сол жаратқанның күші әр адамда бар екенін кәдімгідей көзім жетіп, былайша айтқанда сондай бір өмірдің бір рахымына бөлініп жатырмын, шын керек. Енді кім қалай ойлайды, кім қалай сенеді, кімнің қандай нанымы бар, ол енді әркімнің өзінің құқы. Сондықтан біз жалпы былайша айтқанда жаратқан сол бір Құдайдың, сондай бір күштің осы жердегі бөлшегіміз. Жаратқан сол Құдайға рух арқылы, жан арқылы байланып тұрмыз. Біз сол жаратқанның өзіміз. Осы өмірде діни қоршанымдар арқылы, ұлттық бір қоршанымдар, догмалар арқылы, әртүрлі бір кедейлік арқылы, байлық арқылы, иттік арқылы, жемқорлық арқылы, жақсылық арқылы, махаббат арқылы, өлім арқылы, өмір арқылы, мәңгілік арқылы, шектеулік арқылы өзін танып жатқан Құдайымыз. Жануар арқылы, өсімдік арқылы, ау арқылы, от арқылы, жарық арқылы, қараңғы арқылы, әртүрлі түстер арқылы, әртүрлі істер арқылы, әртүрлі сезімдер арқылы. Сол керемет бір сезімдерді осы жер матрицасында, жалпы вселенная, кеңістік, ғарыш матрицасында, әртүрлі әлемдер матрицасында, жындар әлемі, періштелер әлемі, адамдар әлемі, басқа да хайуанаттар, басқа да бір құбылыстар әлемі арқылы өзін танып жатырған. Өзіміз бір шексіз әлембіз. Бір-бірімізді оятып жатқан. Егер менің сөздерім сізге триггер болса, сіздің бір жүрегіңізді қозғаса, сіз маған қазір жыныңыз келіп кетуі мүмкін, яғни сіздің нәпсіңізді қозғап, рухыңыз оянып жатыр. Немесе, наконец-то, әйтеуір бір осындай бір шынайы бір айтып жатырған адам бар ма? Бар екен ғой деп бағанағы, менің ойлап жүрген нәрсем осы екен ғой деп бағанағы, өз-өзін танып жатырған адамда болуы мүмкін. Мархаба, қош келдіңіз. Сондықтан бұл тек бастамасы. Менімен осы видеоны тыңдау арқылы, тыңдап болғаннан кейін әрі қарай болам десеңіз, менімен бірге болыңыз, бірге дамиық. Бұл бағанағы әзірге қолда бар ресурстармен бағанағы осылай шығарып жатырмын. Енді бара-бара әрине мен өзімнің контентімді дамытқым келеді. Оған да бір инвестиция деген нәрсе болады. Осы арқылы бағана адамдардың санасын ашып, кеңейтіп, әр адамды, менің мысалы ниетім, мені тыңдаған, немесе менімен болған әр адамды
байытқым келеді, әр адамның денсаулығын нығайтқым келеді, әр адамды сұлулыққа, әдемілікке апарғым келеді, әр адамның бағанағы саналық шектеуін жойып, әр адамға бостандық, еркіндік, бақыт сыйлағым келеді. Оның бәрін сыйлайтын мен емес, оның барлығы мен арқылы келіп жатырған бір күштердің арқасында сіздерге барып жатыр. Сіздер осы мен арқылы келген бір ақпараттардан бір пайда алып, өзіңіздің өміріңізге қолдана бастасаңыз, ол әрине менің өміріме кармалық түрде бірнеше еселеніп қайтады. Сондықтан сіздерге айтып жатырған нәрсем, сіздерге жасап жатырған жақсылықтар мен бірінші мезетте өзіме жасап жатырған жақсылықтарым. Бұл әлемнің кармалық байланысы. Әлемге не қылсаң, өзіңе бірнеше есе қайтып келеді. Мен әлеммен шынайы болғым келеді. Енді видеоларымда барынша сіздермен шынайы боламын. Сондықтан келесі бір шынайы видеоларда кездескенше, жаңа жылдарыңыз мега сәтті өтсін, байлықтарыңыз еселей берсін, денсаулықтарыңыз арта берсін. Сәттілік. Сау болыңыздар.